Мен өз әкем дүниеден өткен соң ұлы атамыз Қажы марқұмның тәрбиесінде қалдым. Ер жеткен соң Абайдан тағылым алып, ғылымның сәулесін сездім. Абайдың ең бір артық өзгешелігі заманының ыңғайына жүрмей, өзінің өздік бетін ұстауы, міннің ортасында туып, ортасында жүріп, үлгілі жерден өрнек алып, барлық мінді мүлтіксіз суреттеуі, қырағы қырандай сыншылдығы, Абайдың қиялы шалымды, ойы терең, ақыл білімнің тарауынан көкірегінде асыл қазына көп. Сол көп қазынаны барлық ырғағы нәзік сипатымен, қазақтың ысылмаған жуан тілімен биязы қып шығаруы, ақындығы, қызыл тілді шешендігі, мұндай 8 қырлы өнер басқа ақындардан табыла бермейтін Абайға ғана тән сипат еді. Шын хакім сөзің асыл, баға жетпес. Бір сөзің 1000 жыл жүрсе, дәмі кетпес. Қарадан хакім болған сендей жанның, әлемнің құлағынан әні кетпес. Ай, жыл өтер, дүние көшін тартар, өлтіріп талай жанды жүгін артар.